Әріптестер, қазір мен сіздерге Canva сервисінде қалай шақыру билет, открытка жасаймыз, сол жайында көрсетемін. Ол үшін мына Canva сервисіне кіреміз, шаблон дегенді ашасыздар. Осы жерде шаблоныға барғаннан кейін приглашение, открытки деп тұр ғой. Шақыру билетін жасайық. Басамыз. Мінекей сіздерге осылай ашылады. Мына жерде шақыру билеттің көптеген түрлері бар. Осы жерден таңдайсыздар өздеріңізге. Енді мына жоғарғы қарасаңыздар, әртүрлі шақыру билеттің нелері бар. Не нәрсеге арналған, қандай тақырыпта шақыру билет керек екен соны. Енді мен өткенде өзімнің туған күніме байланысты осындай мынандай қара фонда шақыру билет жасаған болатын. Қазір көрсетейін. Мысалға мынаны таңдадық деліге. Мына ұнап тұр, осыны таңдадық деп. Осыны изменить деп басамыз ғой. Сосын мына жердегі тексттердің барлығын өзгертесіз. Жазулардың барлығын қозғалтуға болады негізі. Осылай. Тура осы форматты мен өзгерттім. Мынандай форматқа өзгерттім. Мінекей. Бұл жерде қарасаңыз, мен өткенде 35 жасқа келгенмін, сол кезде жасадым. Коллективті шақырдым да, общий осындай WhatsApp-қа жіберетін электронды шақыру жасадым. Мынаның барлық элемент деп аталады, мұның бәрін алып тастауға болады. Бірақ мен бұны осылай жасаған едім. Мына жердегі шрифттің барлығын өзгерттім. Мұның бәрі қозғалады ғой, қалай қозғалтқыңыз келеді, оны өзіңіз білесіз. Осыны мен жасап алдым. Ол мынандай болып тұрған ғой. Мысалға, мына шаблон таңдадық, иә? Туған күн кешіне шақыру. Жасасыз. Мына шрифт ұнамай тұрса, сіз алып, бұны өзгертесіз енді мына жерден. Туған күн жирный олай қойсын. Кешіне шақыру. 50 жаста, 40 жаста өзгертесіз. Жаңағы. Аспан мейрамханасы немесе өзіңіз жаңағы нені белгілейсіз ғой. Өлең жолдарын жазасыз ба? Примерно көрсетіп жатырмын сізге. Жаңағыдай. Қадірлі қонағым болыңыздар деп жазасыздар. Осына жерде құрметті, енді общий шақыратын болсаңыз, мынандай форматта бере салған дұрыс деп өзім ойлаймын. Қазір біз көбінесе осылай жасап, осылай жібереміз бір-бірімізге. Енді сіз кейбір адамдардың аты жөнін жазатын болсаңыз, онда сіз мына жерге құрметті деп орын аты жөнін жазып адамдар сөйтуіңізге болады. Ол үшін текст қою үшін мына жерге неге барыңыз? Сайманда тақтасы тұр ғой, текст деген тұр ғой. Оны таңдап аласыз да, мына жерге қойып текст алып. Мына жерге осы жерге жазасыз, құрметті адамдардың аты жөнін ше, мысалға. Айдос Зарина деп. Осылай. Осы адамдардың аты жөнін жазып, сосын шрифттарын бәрін кішкене үлкейтіп, өйстіп жасап аласыз. Күнін бәрін жазасыз. Артық болса өшіресіз осылай. Енді мына жерге тағы да бірдеңе қойғыңыз келе ме, жиек жағына, ол үшін элементке барасыз. Элементке барып, мына жерден таңдайсыз ғой. Не алғыңыз келіп тұр. Поиске жазуға болады негізі. Оформление деген шығады екен. Мүмкін оларды алып етіп жаңа жылдық кештерге бірдеңе ұйымдастырсаңыз. Мына келіп осылай. Қажет болса үлкейтіп осылай жасап аласыз.
сансын өзгертесіз. Осылай өзгертіп аласыз. Примерно көрсетіп жатырмын сізге, осылай жасауға болады. Сосын поделицаны басасыз, скачать деп басасыз. Мына JPEG деген тұр ғой, мына осыған басасыз, JPEG-ке. Сосын скачать деп басасыз. Мына жерде сөздер байланыспай кетті. Негізі примерно көрсеттім сіздерге де. Мына жерде қате кетті. Мына сурет жүктеліп жатыр. Енді екінші варианты бар, мына шақыру билетті тура осы шақыру билетті анимация жіберсеңіз болады. Анимацияны қалай бересіз? Мына анимацияны басасыз, былай көресіз. Электрон жібересіз ғой, сол кезде осылай жасауыңызға болады. Немесе бұны бүйтіп бәрі осылай. Мына жерде таңдайсыз, қайсы сізге ұнайды бош. Оны жасайсыз осылай. Мынаны таңдадым. Енді мынау шақыру билеттің алғашқы беті. Тағы да қосқыңыз келсе, онда добавить еще один страницу жазасыз. Онда сізге қара страница қосылады астына. Или былай жасауыңызға болады. Мынау тұр ғой, осыны жоғары копировать страницу десеңіз, онда мынау тағы да екінші бетті көшірмесі шығады. А сізге бұл екінші бетті бұндай көшірме емес, тек қана қара страница болса, соны коллективті шақырып жатырмын мен. Мен бұл жерге мынандай қосқым келеді артына. Добавить текстовое поле деген басып жіберемін. Мына добавить текстовое поле деп тұр, соны бассам мынау шығады. Мысалы, мына жерге бір коллективті толық шақыратын болсаң, шақырылған қонақтар тізімі. Шақырылған ба, шақырылған қонақтар тізімі. Тағы да текстовый полені басып жібереміз. Енді астына жазуымыз керек. Мысалға Назира, Сабина, Жамал, Самал, Қанат, Жанат деген сияқты осындай адамдардың аттары бар да. Мысалға соны шақырылған қонақтардың тізімін өстіп жазып қойсаңыз болады ғой. Или аты жөнін отчествосымен жазып өстіп күшті қонақтарға кішкене өзгеріс жасайын дейтін болсаңыз, немесе мынандай элемент қосып жіберемін, мынада құр осылай тұрмасын дейтін болсаңыз, онда сіз мына элементтер кіресіз ғой. Мына жерде тұр. Мына жерде бүйтіп қарасаңыз, мынаны алып мына жерге былай. Бұл енді келе қоймайды екен мына жерге. Мүмкін біреу келе ме екен. Мына арасында мынандайларды қосып былай өзгеріс жасап жүрсеңіз болады. Енді осыны бір сақтап көрейік қазір. Мынаны былай по центру, жаңа по ширине бүйтіп қойсаңыз да болады. Мына цветін кішкене өзгертейін. Мына екі беттен тұратын шақыру бет болды. Енді оған мен поделицаны басайын. Сосын скачать. Енді мен бұға анимация бердім, значит MP4 болып басылу керек. Мына MP4-ді басамыз. Сосын мына жерде выберите страницу тұру, значит мына жерде екі страницадан тұр. Бірінші және екінші. Бәріне галочка қоямын да готовыны басамын. Сосын скачатьты басамын. Қазір менде жүктеліп жатыр бұл. Көреміз. Жүктелсін. Жаңағы 50 жас деген шақыру билетін көрсетеміз. Мына видео жүктелді. Міне ең бірінші жасаған открыткамыз осындай болды, шақырту. Квадрат. Жаңағы екіншісі MP4 вариантында жасалған шақыру бет мынандай болды. Оған енді CapCut'қа қосып, бір жақсы музыка қосып жүрсеңіз, осындай музыкалы видео шығады мынау. Бұны кәдімгі WhatsApp топқа жібере бересіз. Мінекей бүгінгі MP4 және JPEG форматындағы шақыру билет открыт